Бүгін 6 қараша балық шаруашылығы ғылыми өндіріс орталығы ғылыми қызметкері Махамбетов Самат осыдан 4 күн бұрын Қапшағай су қоймасында қарагөз балығының шабақтарының жаппай қырылу фактісі анықталған болатын. Соған байланысты бірнеше зерттеу жұмыстары жүргізілді, сынамалар алынды. Қазіргі таңда 6 қараша күні балық шаруашылық комитетінің төрағасының орынбасары Аян Қайратұлы бастаған комиссия құрылып, қазір Қапшағай су қоймасының жағалауын барлау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Әзірге балықтардың өлу фактісі анықталған жоқ. Комиссия құрамында Балқаш-Алакөл облысаралық бассейндік инспекциясының басшысының орынбасары Ринат Маратұлы, одан кейін балық шаруашылығы ассоциациясының басшысы Бондарев Андрей Викторович, және де балық шаруашылығы инспекциясының Қапшағай бөлімінің басшысы Асуан Асқарұлы Қапшағай су қоймасын барлау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Қазір осы жерден гидрохимиялық сынамалар алынатын болады, және де судың жағдайын мониторинг жасалынады. Әзірге балық өлімі фактісі анықталған жоқ жағалаудан. Жұмыс жалғасып жатыр, видео уақытша тоқтатылады.